Сәлем достар, сіздермен Алуа. Алғашқы дайындалғаннан мінсіз, нәзік болып шығатын сметанник пирогын пісіретін боламыз. 250 грамм ұнымызға 150 грамм қантымызды, 250 грамм сливочный майымызды және ванилинімізді қосып жақсылап араластырып аламыз, қыздар. Видеодағыдай ванилин қоссаңыздар да қоспасаңыздар қалауларыңыз. Мен дәмін шығару үшін, дәм беру үшін қостым. Енді кезекте бір жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып, иін қандырып, холодильникке 30 минутқа қоямыз. Қамырымыз дайын болды. Саусақтың көмегімен дәл осылай орналастырып шығамыз, басып. Дәл осылай орналастырып жанын жасаймыз. Мен осы кезде бокалдың көмегімен дәл осылай тегістеп шығамын. Енді кезекте салмасын дайындаймыз. 20% қаймақты салып, бір шыны қантымызды қосып, ванилинімізді қосып, және 4 жұмыртқамызды қосып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған массамызды құямыз. Қызып тұрған 180 градуста пешке саламыз. Үйдің температурасында жақсылап 2 сағат суытып, пышақтың көмегімен ашып кесетін боламыз. Мінекей, пирогымыз дайын, өте нәзік, тәтті. Міне, көріп тұрғандарыңыздай, сіздер де видеоны дайындап көріңіздер, өте керемет шығады. Бір дайындағаннан